Сәлем, балақай. Қалың қалай? Экран алдында менің ертегімді тосып отырсың ба? Жарайсың. Біз, Бақа екеміз, саған қазір әдемі мультфильм көрсетеміз. Солай ғой, Бақа? Квак, квак. Сәлем, балақай. Әрине, қазір бірге мультфильм тамашалаймыз. Ал, балақай, сен мультфильм көруге дайынсың ба? Бақа, сен ше? Дайынсың ба? Дайынмын. Квак, алақай, мультфильм көреміз. Ендеше мультфильмді бірге көрейік. Мультфильм басталады. Жасыл орманның ішінде бір әдемі шалғын бар еді. Сол жерде тиін секіріп, жаңғақ теріп жүретін. Ал көл жағасында ойланғыш бақа жай ғана отырып, айналасын бақылағанды ұнататын. Бір күні тиін: «Мен бәрінен жылдаммын, маған ешкім жетпейді», деп мақтанады. Бақа оған: «Жылдамдық жақсы, бірақ ойлану да керек», дейді. Тиін оны тыңдамайды. Кенет аспан бұлттанып, қатты жел соқты. Тиін жинаған жаңғақтарын жел ұшырып әкетеді. Ол абдырап қалады. Сол кезде бақа оған көмекке келеді. «Асықпа, алдымен ойланайық», дейді де, жапырақтардан кішкентай қалқан жасап, жаңғақтарды бірге жинауға көмектеседі. Жауын басылып, аспан шайдай ашылады. «Көмегіңе көп-көп рахмет саған, бақа». «Оқасы жоқ. Мен тек жылдам болу жеткілікті деп ойлаппын. Бірігіп әрекет етсек, кез келген қиындықты жеңеміз». Содан бері тиін мен бақа айнымас достардың біріне айналған екен. Балақай, мультфильмді көрдің бе? Саған ұнады ма? Квак-квак, алмаған ұнады. Мультфильм мен жайлы екен. Я, бақа, мультфильм сен жайлы. Және де жай бақа емес. Қандай бақа екен? Өте ақылды, ойланғыш бақа туралы. Квак-квак, квак. Әрине, мен ақылдымын. Оған еш күмәніміз жоқ, бақа. Сен өте ақылды екенсің. Я, квак. Қандай ой түйесің, балақай? Барлығын ақылға салып, ойланып, істеу керек екен. Бақаға бүгінгі мультфильм өте қатты ұнаған сияқты. Квак, квак, өте ұнады. Мен жайлы мультфильмді көбірек көрсетіңізші. Жарайды. Сен жайлы мультфильмді көбірек көрсететін боламыз. Ал, балақай, енді біз сенмен қоштасайық. Келесі кездескенше. Квак, квак, квак. Сау бол, балақай.